Масако Мизутани 1968 жылы дүниеге келді. Масако 21 жасында модельдік жұмысқа тұрғаннан бастап, бет күтіміне ерекше назар аударды. Масаканың сөзінше, оның жасаған басқа да адамдар жасап, өз жастарынан жас көріне алады. Масака бір күнде тамақты 4-ке бөліп жеді. Оның жейтін тамағы әртүрлі жемістер, авокадо, жаңғақ, майлы балық және оливка майы. Сондай-ақ Масака өте көп су ішеді, себебі ағзадағы су зат алмасу процесінде маңызды рөл атқарып, адамға артық май жиналуына кедергі болады. Масака көңіл аударатын ең маңызды ережелердің бірі ерте ұйықтау. Ол кешкі 9-да ұйықтап қалып, таңғы 5-те тұрып кетеді. Жатар алдында жалпы дене массажын жасатады. Бет күтіміне келер болсақ, Масака бетке жағатын кремдеріне Е витамині болуына назар аударады. Сондай-ақ үнемі бетті парландырады және бет терісін ылғалдандыратын лосьондарды қолданады. Күн ыстық болғанда күнге жиі шықпауға тырысады, ал егер шығу керек болса, қара көзілдік пен шляпа киіп шығады. Ал денесінің ашық бөлігіне күн сәулесін өткізбейтін крем жағады. Қазіргі зерттеулерде дәлелдегендей, күн сәулесі терінің тез қартаюына әсер етеді. Дегенмен 20 жасқа дейін адамдарда қартаюға қарсы қорғаныс болады. Егер 20 жастан кейін адам күннің астында көп жүрсе, терінің қартаюы бірнеше есе арта түседі. Масаканың сөзінше, адам үнемі күліп жүру керек, себебі жиі депрессия адам ағзасын қажытып шаршатып жібереді. Достар, видеоны каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.